Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағы. 5-ші бөлім отбасы және демографиялық өзгеріс. Сабақтың тақырыбы тағдырлас елдер. Оқу мақсаты. Мәтін құрылымын сақтай отырып бірнеше графиктік мәтіндегі диаграмма, кесте, деректерді салыстыру. Маңызды тұстары мен үрдістерді анықтап жазу. Салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіріп қолдану. Бағалау критерийі. Оқылым мәтініндегі негізгі мәліметтерді анықтап талқылайды және талғаулы салаласты ажыратады. Тұтас емес, кесте, диаграмма, сызба, сурет мәтініндегі мәліметтерді өңдейді, жазады. Тұтас емес мәтін мен толық мәтіннің айырмашылығын атап көрсетеді. Жеке көзқарас білдіреді. Қазақстан халқы ассамблеясының мерейтойлық 20-шы сессиясындағы тақырыпты бір халық, бір ел, бір тағдыр деп атауымыздың астарында үлкен мән бар. Кезінде тағдырдың жазуымен қасиетті қазақ даласынан сан түрлі ұлт өкілдері қоныс тепкен еді. Бүгінде олар тегі басқа болғанымен теңдігі бір, қаны бөлек болғанымен жаны бір, арманы ортақ бір тұтас халыққа айналды. Туған елдің туының астында бірігіп, туған жердің тұғырын биік етуге бел шешкен азаматтарды бір тағдыр күтеді. Осылай елдігіміздің ертеңі, ошақтың үш тағаны сияқты бір халық, бір ел, бір тағдыр деген үш сөзге сыйып тұр. Келесі слайдта КСРО құрамында болған мемлекеттер территориясымен танысайық. Посткеңестік елдер: Балтық елдерінен Эстония, Латвия, Литва. Шығыс Европа: Беларусь, Молдова, Украина. Оңтүстік Кавказ: Армения, Азербайжан, Грузия. Орталық Азия: Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан, Өзбекстан және Ресей. Тағдырлас елдер. 1928 жылы Қазақстанда қазақтардың барлығынан 2% ұжымдастырылды. Ал 1931 жылы қазанда 65%-ға жетті. Күштеу шаралары заңсыз тұтқындауға ұласты. Сайлау құқығынан айырды. Көбісі ату жазасына кесілді. Тек 1931 жылдың өзінде Қазақстанның ОГПУ біріккен мемлекеттік саяси әкімшілік органдарымен 21 мыңнан аса адам тұтқындалды. 657 ірі байлар елден шығарылды. 1067 бай шаруашылығы жер аударылды. 1930 және 40 жылдарда даму адамдарды күштеп жер аударту депортация әлеуметтік жағынан кейін ұлттық белгілері бойынша жүргізілді. 1939 жылы жазбалар бойынша жаппай депортация алдында Қазақстанда 54,7 мың поляк, 3,6 мың латыш, 808 литвалықтар тұрды. 1941 жылдан 44 жылға дейін Қазақстанға фашистерге көмектесті деген айыппен 349.713 немістер, ингуштар мен шешендердің көптеген мөлшері және де балғарлар, түрік месхеттер де жер аударылды. 1946 жылы қазанда республикада 8.906.982 арнайы жер аударылғандар болды. Жалпы алғанда 30-50 жылдарда Қазақстанға азғантай есептеулер бойынша улақ тұтқындарын есептемегенде 1560 мың адам жер аударылды. 1920 жылдан 1953 жылға дейін жуықтап алғанда 110 мың адам саяси репрессияға ұшырады. Қазіргі күнде 96 мыңға жуық адам реабилитацияланды. Сталиндік репрессияның құрбандары барлық Қазақстан халықтары 80 ұлттан астам өкілдері болды. Кеңестік социалистік республикалар одағы, Кеңес одағы КСРО
Еуропада және Азияда 1922 жылдан 1991 жылға дейін өмір сүрген мемлекет. КСРО Еуразияның 41% бөлігінде орналасты және 1917 жылдан кейін Ресейлік империя, Финляндия, Поляк патшалығының бөлігінсіз орналасатын және Карстың жері қазіргі Түркия, кейбір басқа аумақтағы әлемнің елдері арасында орналасқан ауданы бойынша өте ірі болды. Конституциясы бойынша егеменді мемлекет болып табылған одақтас республикалардан тұрды. Әрбір одақтас республиканың одақтан еркін бөлініп шығу мүмкіндігі сақталынды. Одақтас республика шет мемлекеттермен қатынасқа шығып, келісім шарттармен тұжырымдап, дипломаттық және консулдық өкілдермен ауысып, халықаралық ұйымдардың қызметіне қатысуға құқылы болды. КСРО-ның ыдырауы орталық одақтық үкімет және одақтас республикалардың жоғарғы кеңестері, президенттері орындарына жаңа сайланған өкімет өкілдерінің арасында өткір қарсы тұрумен бейнеленген. Республикалық жоғарғы кеңестер 1989 және 1990 жылдары барлығы бірдей мемлекеттік егемендік туралы декларацияларын қабылдап, кейбіреулері тәуелсіздік декларациясын жариялады. КСРО-ның 15 республикасының 9-ында 1991 жылдың 17 наурызында азаматтардың 3/2-сі жаңартылған одақтың сақталуын шешу мақсатында бүкіл одақтық референдум жүргізілді. Бірақ орталық үкіметке ахуалды тұрақтандырудың сәті түспеді. Осы алдында берілген мәліметтерге сұрақтарға жауап беріп кетсек. Посткеңестік елдер деген не? Қай елдер посткеңестік елдерге жатады? Неге бұл елдерді тағдырлас елдер дейміз? Бұл мемлекеттің халқы, саны туралы қандай мәлімет білесіз? Талғаулы салалас құрмалас сөйлем. Талғаулы салаластың құрамындағы жай сөйлемдер бір-біріне тәуелсіз, дербес әрекеттерді баяндайды. Солардың тек біреуі ғана жүзеге асатынын білдіреді. Жалғаулықтары не, немесе, я, яки, әйтпесе, яғни, я болмаса, әлде. Мысалы, бұл жолы құрбысымен не итжығыс түседі, не болмаса оны жеңуге тырысады. Жай сөйлемдер салаласа және тек жалғаулықты шылаулар арқылы байланысады. Араларына үтір қойылады. Оны төмендегі кестеден көре аласыздар. Екінші тапсырма. Мәтіндегі негізгі ойды анықтаңыз. Әр жылдардағы халық санын сызбаға түсіріңіз. Сұрақтарға жауап беріңіз. Осы мәтін бойынша мына сұрақтарға жауап берсеңіздер. Біздің ата-бабаларымыз ұрпақ қамы үшін, олардың салауатты өмір сүруі үшін не істеген? Олардың қандай өнегесін жалғастырып жүрсіз? Немесе жалғастырғыңыз келеді? Үшінші тапсырма. 1916 және 1930 жылдар аралығында қазақ халқы санының кемуінің санын анықтаңыз. Болжамды дәлелдеп жазыңыз. Дескриптор қазақ халқы санының кему себебін анықтайды, қазақ халқының тарихымен сәйкестендіреді, ойды сауатты, жүйелі жеткізеді. Келесі кезектегі мәтін бойынша жазылым тапсырмасы. Төртінші тапсырма. Мәтінді оқып жанрлық ерекшелігін анықта, талғаулы салаласты тауып, жасалу жолдарын түсіндіріңіз. Мәтінге жоспар құрыңыз. Бесінші тапсырма. Осы мәтін бойынша айтылым тапсырмасы. Мәтіндегі тарихи деректерге сүйене отырып, бұрынғы КСРО елдеріндегі халық санының өзгеріске ұшырауының себептерін түсіндіріңіз. Келесі 6-шы тапсырма. Айтылым Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан,
Өзбекстан елдері бала туу бойынша жетістікке жету себебі неде? Insert әдісі бойынша кері байланыс. Бүгінгі өткен сабағымыз бойынша менің білетінім, білгім келетіні болашақта. Мен үшін жаңалық болды бүгінгі мәтіннен. Алған әсерім. Осы әдіс бойынша кері байланыстарыңызды жіберіңіздер. 8-ші тапсырма. Тарихи деректер бойынша өткен ғасырдағы қазақ халқының өсу деңгейі берілген графиктегі мәліметке сүйене отырып мәтін құру. Мәтіннің кіріспе қорытынды бөлімін жазу. Мәтінді құруда берілген сөздерді пайдаланыңыз. Ғасырлардан ғасырларға кейбір құжаттар көзге жас үйіріледі, кему, иек артты, қасірет құрбандық, тар жол тайғақ кешу, қан төгу, аман есен, тәуба. Дескриптор. Білім алушы. Тарихи деректер бойынша өткен ғасырдағы қазақ халқының өсу деңгейін жазады. Мәтінді құруда берілген сөздерді пайдаланады. Мәтіннің кіріспе қорытынды бөлімін жазады. Балалар, сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.